ет, ет өнімдерін өңдеу және су қойымды өңдеу. Мына суретке қарап, қандай ой түйінге болады? бұл жерде ауыл шаруашылығы туралы қолданылатын малдар айтылды. Яғни төрт түрлі бұлардан сүт, жүн, мал өсірсең қой өсір, химиялық құрамы, еттің адам өміріндегі маңызы, тағы да сол сияқты. Енді мына QR-ды сканерлей отырып, QR-ды сканерлей отырып, балалар. Қазір мен ашам. Үй тапсырмасы. Апай açık görünüyor. Дұрыс. Немесе бұрыс деп жазамыз. Бұрыс, иә? Яғни қой еті өте майлы. Темір тапшылығында сиыр еті пайдаланады дейді. Темір тапшылығы дегенімізде ол гемоглобин, иә? Қанның құрамындағы темір. Құрамында Б тобы дәрумендері бар дейді. Жауабын жазайық. Жылдамдыққа. Яғни бұл да дұрыс екен. Келесі ет гемоглобин деңгейін көтеруге көмектесетін өнім. Мен жаңа айтып өттім, иә? Дұрыс екен. Бәрін жауап тездетіп, балдарын жазып аламыз, иә? Үй тапсырмасы деген жерге не істейміз? Балдарымызды жазып алайық. Тақырыбымызды бастамас бұрын еттің біз ұлпалардан тұратынын білеміз, иә? Еттің неше ұлпадан тұрады екен? Ет. Нұрай? Нұрзия? 4 ұлпа. Қандай? Өткен тақырыпта айтқан болатын, иә? Аха, айт оқын. Салқындатылған немесе мұздатылған, иә? Кей жағдайда тоңазытушыларға еттің механикалық және аспаздық өңделуін меңгерту, маусшасын мүшелеуді үйрету. Тақырып. Ağır su ve sırtlı laflarından tadana, kısır tanışlı olmam gerek. Ağırşılığa, kan alıklara suyu bundağa laflarını gelir. Higienalı kavuşunda kanlaması gelir. Mantıda girişiyle, yetti uzak uak suğa sağlık koyuğa olmaydı. Islık su bir suğa olmaydı, ağ uğuz gibi bilir. Жуана кийинекті торсынде суын соғыз келтіреді. 2. Сіңірден тазалау жиловка. Жиловка дегеніміз етті сіңір. Жиырмас. Ұзақтығы 6-10 сағат. Ерекшелігі ет үлгіде ерте. Ауа айналымы болуы тиіс. Кемшілігі сыртқы қабаты жетіп кетуі мүмкін. Сіңірден алып тастау керек емес, бүлінген жерлерін тазарту. Осыны жиловка дейміз. Тазарту яғни. Бүйір кесегі, Б дегеніміз, Г дегеніміз жоғарғы кесегі. Бел бөлігінің өзі екіге бөлінеді, жұқа шет және Unislide платформасына кірейік. Әр процестің орындалу ретін анықтаймыз. Тапсырмаларды орындаймыз. Маржан 6 пай, қалғандарымызда өкінішке орай 0 пай. Екінші топ сіздерге қой етінің сызба кескінін берем. Бұл жерде балалар ұша бөліктерін атауларын жазамыз. Атауын дұрыс жазамыз. Қай тағамға қолданылатын жазамыз және ет цехындағы гигиена мен қауіпсіздік талаптарын айтамыз. Алдыларыңызда тұрған ватман қағазға жабыстырып, астына қосымша мәліметтерді, дескрипторда көрсетілген мәліметтерді жазамыз. Сен аяғыңа ұста, Дилара. Қазір кіре береді, мына жерге жабыстырып,
Qo'shimcha ma'lumotlarni o'sha posterga jabistırib o'rindaymiz. Bu жерде бізге берілген сиыршасы тоқпа, яғни сиыршасының жақты ұлпалары, яғни олардың айналымдағандар, және де бұлардың жақты ет цехындағы ең алқалықтар. Яғни бізде еттің бөліктері ең бөлікте сапалы Ekan. Көстен міне жазыппыз ғой. Тез оқып шығайық. Қуырылған ет, иә? қой еті, жаңасынан қуыру, бұқтыру, бешбармақ. Гуляшты жауырыннан және жауырдың асты бөлігінен алынады. Фаршты мойын бөлігінен алынады. Стейк сапалы кесек етінен алынады. Яғни ойынды ет немесе арқа бел омыртқасының жұқан жуан шеттерінен дайындалады екен. Түсінікті ме? Егер тапсырма жазып аламыз. Ірі қара мал шасының сызбасын дәптерге салу. Сызбаны дәптерге салып келеміз. Яғни шаның әр бөліктеріне бір тағамға мысал Сіздерден өте жақсы, рахмет. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан жанға 90 балл, Аружанға 85, Қарақатқа 80, Анарға 85, Армира 85, Нұрзия, Айтылтын, Диляра сіздерге 85. Рахмет. Бағалау парақшасын бәріміз белгіледік қой. Маған жинап столдың бетіне қойыңыздар. Сіздердің бағамен өзіңіздің бағамды қосып журналға баға